Эфирде бүгін еңбек мерекесі, ел берекесі атты тақырыбында біз көркем еңбек пәні мұғалімімен сұхбаттасатын боламыз. Дүниедегі мамандық атауының төресі ұстаздық. Мұғалім барлық мамандық иесін тәрбиелейтін, оқытып, үйрететін мейірімді жан. Ал олардың ішінде оқушыларға тұрмысқа қажетті пайдалы заттар жасатып, еңбекқорлыққа баулитын көркем еңбек пәні мұғалімі бар. Бұл ұстаз балалардың эстетикалық талғамын қалыптастыруда үлкен септігін тигізеді. Бүгінгі мереке күніне орай сұхбатымыздың қонағы Дөң мектеп гимназиясының сызу, бейнелеу, көркем еңбек пәні мұғалімі Жорытқанов Есен Ғазизұлы. Жауап кететін болсақ, еңбек саласы бұрын жаңағыда айтып өттім, өзім жауаптарымда бұрынғы кезде еңбек деген атына сай тіке мағынада пайдаланып бала еңбек деген бұл кезде де жаңағы құрал-жабдықтар болған жоқ. Мысалы ол құралдармен істеді, соған көрінген мысалы балаларды мектепте қар өрге шығарады, мысалы айжырып тазалатуға шығарады, көтеріп жүреді, әперіп жүреді деген сияқты балаларды сондай жұмыстарға үстіңгі мысалы қар өртеді, ұзын тұрады деген сияқты сондай еңбектерге пайдаланады. Ал қазіргі еңбекті олай айтуға келмейді, себебі қазір заман дамыған кезде қазір қол құралдарының, электр құралдарының барлығы бар. Ол қазір бұрын магазиндерде өңдеу болған жоқ, заказ болған болса, қазір әрбір жекеге кіріп барса, сол құралдардың барлығын табуға болады. Сондықтан да сол бағытта екенін білмеймін, қазіргі кезде бұл пән бойынша беретін, яғни білім беретін мұғалімдердің саны аз болып кетті. Осы Хромтау ауданының өзінде мысалы 7 мектеп бар ма, соның арасында осы пән бойынша мұғалімдер жеткіліксіз. Қазіргі кезде осы күнге шейін осы оқу жылына шейін ол қыз деп бөлінбеді, осы оқу жылында бөлінді. Мысалы ер адам сабақ береді, қыздар әйел адам сабақ береді бөлінді. Соның өзінде қазір жетіспейді. Неше мектептерінде мамандық тапшылық осы көркемдік бойынша. Жарайды, жақсы. Бұл сұрағыңызға орынды. Жеткен жетістіктерді оның барлығын қазір жіпке тізіп айту мүмкін емес. Есте бар. Соңғы жылдарда айтатын болсақ, көбіне-көп енді ұстазға ол өзінің еңбегі емес, қазақта айтады ғой, өзіңді-өзің мақтама, жұрт мақтасын дегенде, яғни өзің көрінгеннен балалар, яғни оқушылардың шәкірттерін көрген жақсы. Менің шәкірттерім енді осы күнге шейін мақтанып айтуға болады. Қолөнерден, суреттен, аудан көлемінде жүлделі орындарға иеленіп отыр. Осы 2022-2023 оқу жылында Хромтау ауданы бойынша мектептен тыс білім беру орталығында қолөнер дейтін сайыс өтіп тұрады. Өткенде наурыз айларында болады. Содан менің оқушыларым жүлделі бірінші, екінші, үшінші орындарды алып отырады. Осы қоғам, осы қазіргі таңда жұмыс жасап жатқан шәкірттеріңіз бар ма? Бұл өте жақсы сұрақ, орынды сұрақ. Бұл шәкірттер бар, бірақ именно жаңағы осы көркемдік болмаса еңбек пәні емес, бірақ осы ұстаздық жолға түскендер бар. Осы қазіргі таңда Хромтаудың мектептерінде жұмыс істеп жатыр. Тарих пәні мұғалімі бар, география, биология, химия пәні мұғалімі болып жұмыс істегендер бар. Және де көшеден көрген кезде әйтеуір осы шәкірттеріміз танып жатады. Кейбіреулері рахметімді айтты, бір күн оқушы бірген кездесіп, көшеден біраз әңгімелесіп қалдық. Сонда бізде енді Хромтау ауданына құқымға байланысты болғасын, шәкірттердің оқушылардың көбі жаңағы Хромтау колледжіне
суреттен бастап сен соған барады. Онда барған кезде бұрын айтып өткендей жаңағы сызу пәні болды, қазір жоқ. Сол кезде сызу пәні болған кезде сол бір оқушым айтқан, ағай сіз сол баяғыда видео айтып едіңіз, мынаны былай сызды, мынаны былай сызды деп айтып едіңіз. Сол айтқаныңыз дұрыс қой. Енді түсініп жатырмық біздер де, мысалы колледжде оқып жүргенде келіп рахметін айтқаным бар. Сізге 2 жылға төлесі тұрсын деп қоятын. Еңбектеріңіз елене берсін әрқашанда, жаңа іс бастап жатқанда істеріңіз алға бассын, еңбек етіңіздер, еңбек етсең ерінбей, тояды қарым ілінбей деп еңбектене беріңіздер.